Мына анчыны зары деген күйде ең басында біз мына бөлігінде ойнаймыз, иә. Басында соль, соль деді. Оны білесіздер, иә. Мына жақта соль, до деген аккордты сол қолда ойнаймыз. Басында тура нотада қалай жазылды, солай ойнаймыз, яғни соль, 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 ля, соль, фа, ми, соль, ре, ми, ре, соль, до. Тура соны қайталаймыз, сосын тағы да бірге. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, соль, ре, ми, ре, соль, до. Фа, ми, соль, ми, ре, соль, до. Фа, ми, ре, соль, до. Осы жерге дейін, осы жерде ойнаймыз. Ал содан кейін мына бөлігінде ойнаймыз, иә, мына жағында міне. До, соль, до, ми. Иә, мына жақта сол қолмен басып тұрамыз, иә, мына жағында. Штативта кішкене кірмей жатыр. Мына до, соль деген соқ-саусақпен бас бармақты ойнаймыз бірге, иә. До, соль, до, ми, до, соль, до, ре. Рені үшінші саусақпен ойнаймыз. Қайталаймыз сосын. До, соль, до, ми, до, соль, до, ре, до. Мына доны, мына тиектің ар жағында немен бүйтіп басып ойнап отырамыз. Бүйтіп до, соль, до, ми деген кезде миға барып басамыз. Сол доға басамыз. До мен миға басып отырамыз бүйтіп, иә. До дегеннен кейін қайтадан жаңағы бөлік басталады. Соль деген жерден қайтадан соль, фа, ми, соль, ре, ми, ре, соль, до. Соль, соль, ля, соль, фа, ми, соль, ре, ми, ре, соль, до. Фа, ми, соль, ми, ре, соль, до. Фа, ми, ре, соль, до. Мына жерде соль, ля деген кезде соль бірнеше ғой. Сол үшін 2 мен 3 пен ауыстырып отырамыз. Яғни соль, ля болады. Соль, фа, ми, соль, ре, ми, ре, соль, до. Осы бөлікке дейін, бірінші бетіндегі бөлікке дейін осы жерде ойнаймыз. Яғни мына жерде, сосын жаңағы до, соль деген жерді мына жерде орындаймыз. Мына жерде мына жетігеннің шет жағын алып отырмын, себебі кадрға сыймайды екен да, жетігенім. Сондықтан да былай ойлап отырмын. Енді келесі бетіндегі мына жер бөлігі бар ғой. До, соль, ре, соль, до, соль, ми, соль, ре, соль, ми, соль, до, ми, соль, ре, соль, ми, соль, до. Яғни осы жерде орындалады. Яғни 4-ші, 5-ші саусақ тіреп тұрады да, тек 3-ақ саусақпен ойнаймыз. До дегенде мына до мен мына до екеу бірге орындалады. Мына жақта бөлігінде мына саусақпен до дегенде жай ғана түртіп қаламыз. Қатты баспаймыз. До ойнап болғаннан кейін түртіп қаламыз. Мына доға және миға, анда-санда сольға, сосын қайттан доға. Мына жерде, иә. Орындап өтейін. До, фа, соль деген кезде ми, фа деп миді басу арқылы нетеміз. Мына жақта басамыз. Ми, фа, соль болады. Ми, фа дегенде мынаны басамыз. Ми, фа, соль. Яғни сол кезде былай болады. Көрдіңіз ба, мен доны қосарланып алып отырмын барлық жерде. Миді ойнасам да мынаны бірге алып отырам. Сольді алсам да мынаны бірге алып отырам. Мынау қосарланып отырады. Бурдон дыбыс. Миді алып отырсам да міне.
осылай кете береді. Содан кейін үшінші бөлігі бар. Негізі ол былай, иә, соль, до, ре, ми, яғни до кезек-кезек ойнаймыз, яғни бізде. Соль сұқ саусақ ортасындағы бірінші, екінші, үшінші шек сұқ саусақты соль болады. Яғни соль, до, ре, ми, соль, до, ре, до деп ойнаса да болады, бірақ әрлендіру үшін мен соль, до, яғни доны былай шертіп алып отырмын бас бармақпен. Сосын былай шертіп алып отырмын, былай. Яғни соль, до, ре, ми, соль, до, ре, ми, ре, со, ла, ми, фа, ре, со, осылай бітеді, иә. Сол негізгі до, сосын ми, фаны басамыз, басу арқылы, миді басу арқылы. Сосын до, соль, сосын ля, сосын болды. Осы 7 шекпен осы жерде орындаймыз. Қалған барлығы осы жерде ғана орындалады негізі.